Менің есімім Талшын. Бүгіннен бастап мен сіздерге жүгіруді қалай бастауға болатыны туралы жоспарымен таныстырғым келеді. Бұл бірінші бөлім. Суретшінің қоқаламы, тігіншінің инесі сияқты біздің басты құралымыз ол аяқ киіміміз, яғни кроссовки. Дұрыс таңдалмаған аяқ киім аяқ травмаларының ықтималдылығын арттырады, аяқ тырнақтарын қарайтады және жүгіру барысында аяғымыз бен денемізді тез шаршататын болады. Егер де аяқ киімді енді таңдайтын болсаңыз, онда өзіңіздің аяғыңыздан жарты немесе бір өлшем жоғары аяқ киім таңдауға тырысыңыз. Себебі жүгіру барысында аяғымыз сәл-пәл ісейді. Ал аяқ киімнің ішінде аяғымыз қысылған болса, онда ары қарай табанымыз бен аяғымыз түрлі асқынуларға ұшырауы мүмкін. Аяқ киім сатып алуға ең жақсы кез ол түстен кейін. Себебі күннің барысында әсіресе ортасына қарай аяғымыз сәл-пәл ісейді. Сөйтіп өзіңіздің нақты дәл келетін өлшеміңізді табуға мүмкіндік аласыз. Қазіргі таңда аяқтарды сыртқа немесе ішке басуға байланысты, одан кейін табанның формасына байланысты түрлі сипатта етіп кроссовкилерді жасайды. Сондықтан алдын ала зерттеп, одан кейін дүкеншімен келісе отырып, өзіңізге дәл тура келетін аяқ киімді табуыңызға тілектеспін. Жүгірем деп айту оңай, ал күнделікті өмірде ол әрқашан мүмкін бола бермейді. Бізге әлемді құтқару керек, кейде айға ұшып бару керек. Өзіңіз білесіз ғой, күнделікті өмірде бізді шешілмейтін мәселелер өте көп. Сондықтан егер жүгіремін деп шешкен болсаңыз, оны приоритетке айналдырмасаңыз, ол мүмкін болмай қалуы мүмкін. Сондықтан біз жүгіруді приоритетке айналдырып, мақсаттар мен жоспарлар құрамыз. Ал мақсаттар мен жоспарды математикалық тілде смарт жолымен сізге мақсат қоюды ұсынамын. Specific, яғни нақты. Біздің мақсатымыз нақты болу керек. Мен жүгіргім келеді, ол жалпы сөз. Ал мен аптасына 3 рет жүгіремін, ол нақты. Талшын, мен марафон жүгіргім келеді, сен сияқты. Ол жалпы қалау. Ал мен марафонды тамыздың 5-не дейін жүгірем деген мақсат қойсаңыз, ол нақтырақ болады. Сондықтан санмен сөйлеген нақты мақсат қойыңыз. Яғни ол өлшенетін measurable. Әрбір мақсатымыз санмен өлшену керек. Мысалға мен аптасына 3 рет 20 минуттан жүгірем. Немесе мен 1 сағат тоқтамай жүгіретін деңгейге жетемін деп, өзіңіздің прогрессіңізді өлшей алатындай санмен белгілеңіз. Сол арқылы өзіңізге өзіңіз есеп бересіз және жауапты боласыз. Achievable, яғни іске асыруға болатын. Біз әрқашан үлкен заттарды армандаймыз, бірақ олар әрқашан мүмкін бола бермейді. Сондықтан өзіңіздің мүмкіндігіңізден, қазіргі мүмкіндігіңізден өте жоғары мүмкіндік қоймаңыз. Кішкентай ғана мақсат қойып, сол арқылы үлкен жеңістерге жетуді көздеңіз. Мысалы, мен ең алғаш рет 5 километр жүгірем деген өзіме кішкентай мақсат қойдым. Алаңдамаңыз, барлығы тез болмайды, бірақ бір күні сіздің ауылыңызда да үлкен той болады. Relevant, яғни сізге ол қаншалықты қатысты. Сізге бұл мақсат орындау не үшін керек? Сізге денсаулығыңыз үшін ба? Әлде салмақ азайтасыз ба? Немесе өзіңізге бір нәрсені дәлелдегіңіз келе ме? Сондықтан нақты мақсатыңыз неге деген сұраққа жауап беріп қана мақсат қойыңыз. Енді time bound, яғни уақытпен шектелген. Сіз бұл мақсатыңызды қанша уақытта және қалай орындайсыз деген сұраққа жауап беріңіз. Ол үшін өзіңізге арнайы уақыт кестесін құрастырсаңыз болады. Сөйтіп әрбір аптаны, әрбір айды, әрбір жылды бөліп, қанша рет, қанша уақыт кешке ме, күндіз бе жүгіретініңізді анықтаңыз. Сонымен достар, біз өзімізге смарт, яғни нақты өлшенетін іске асыруға болатын сізге қатысты және уақытпен шектелген мақсат қоюды үйрендік. Ақылды болыңыз және ақылды мақсаттар қойыңыз. Қанша жүгіргеніңізді, жылдамдығыңызды, қашықтықты білу үшін өзіңіздің телефоныңызға арнайы қосымшалар орнатсаңыз болады. Менің сүйікті қосымшам ол Runkeeper деп аталады. Runkeeper iOS, Android, Symbian, Windows Phone 7 және тағы да басқа барлық жүйелердің барлығында істейді. Оның ішінде жылдамдығыңыз, қашықтығыңыз және тағы басқа тамаша статистикалар бар. Ең бастысы, жүгіруді бастап жүгірем деген кезіңізде
қосымшаны қосып қоюды ұмытпаңыз. Айтпақшы, оның ішінде мақсат қою функциялар, одан кейін дайындыққа арналған түрлі арнайы дайындалған бағдарламалар да бар. Сондықтан бұл қосымша өте тамаша. Бұдан басқа мен интернеттен алғашқы 5 километр жүгіруге арналған тағы бір қосымша тауып алдым. Сондықтан егер сізге ол ұнап немесе қызықсаңыз, төменде сілтемесін қойып қойдым. Жүгіруге дейін тамақтануға болады ма? Идеалды түрде жүгіруден бұрын қарапайым және жеңіл тамақтармен тамақтанғаныңыз жөн. Аз көп және күрделірек болған сайын оны қорытуға көбірек энергия мен көбірек уақыт кетеді. Егер де жеңіл қарапайым тамақ ішсеңіз, оның өзінде де 30 минут және тіпті одан да бұрын уақытта тамақтанған жөн. Егер оның алдында күрделі, көбірек, мәселен 5 бармақ ішіп алған болсаңыз, жесеңіз, онда 2-3 сағаттан кейін ғана жүгіргеніңіз абзал. Және жүгіру барысында, жүгіруге дейін, жүгіруден кейін су іше беріңіз. Суға ешқандай да шектеу жоқ. Тағы бір ескертетін нәрсем, ол жүгіріп болғаннан кейін 30 минут ішінде сәл-пәл болсын ауқаттанып алыңыз. Себебі сол кезде сіздің жұмсаған энергияңыздың қоры қайтадан қосылып, зақымданған бұлшық жасушаларыңыз бен көмірсуларыңыз қайта тезірек орнына келетін болады. Әрбір адам әртүрлі, және ол әртүрлі режимде өмір сүреді. Сондықтан тамақтану мен жүгірудің түрлі эксперименттермен баланстар ұйымдастыра отырып, өзіңізге керекті балансты табуға алыңызға тілектес. Және бүгінгі күнге айтатын соңғы кеңесім, ол сіз өзіңіздің жеке жаттықтырушыңызсыз. Сіз. Себебі сіздің денеңізді, жаныңызды және де организміңізді білетін сізден басқа ешкім жоқ. Сізден басқа ешкім сізді жақсы түсінбейді. Сондықтан егер жүгіру барысында шаршағаныңызды, немесе әрі қарай жүгіре алмайтындығыңызды сезсеңіз, онда қорықпаңыз, сәл-пәл тоқтаңыз, сәл демалыңыз, сәл жүріңіз, немесе сәл ғана отырыңыз. Себебі біз жүгіруді өзімізді шаршату, немесе қиналту үшін емес, өзімізге рахат алу үшін жүгіреміз. Постскриптум. Біз бүгін смарт мақсаттар туралы сөз қозғадық. Сіз қашаннан бастап жүгірем деп шештіңіз, қанша уақыт жүгіргіңіз келеді, және сіздің жүгірудегі мақсатыңыз қандай? Соны бізбен төмендегі комменттерде бөліссеңіз, мен тіпті бақытты боламын.